Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін шоколадный вишня тортын әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниесінде бар. Алдымен қалауыңыздағы қара шоколадты ыдысқа салып, кейін үстіне ысытылған сливкимізді қосып, блендердің көмегімен араластырамыз. Шоколадымыз түгелімен еруі тиіс. Енді ыдысымыздың бетін пищевая пленкамен жауып, холодильникке кемінде 6-8 сағатқа жібереміз. Ол уақыт өткенше жұмыртқаның ақуызына шым-шым тұз қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Осы кезде қанттың жартысын жұмыртқаның ақуызына саламыз. Ал екінші жартысын жұмыртқаның сарыуызына қосып, миксердің көмегімен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Барлығы араластырып болған соң, үстіне сұйық май, қайнатылған су, какаоны қосып, тағы да миксердің көмегімен араластырамыз. Массамыз әппақ меренга болған соң, алдын ала дайындалған какао қосылған сұйық массамызды қосып, ағаш лопатканың немесе силиконды лопатканың көмегімен жұмыртқалы массамызды үстінен астына аудара отырып араластырамыз. Келесі кезекте електен өткізілген ұнға қопсытқышты қосып, жұмыртқалы массамызға аз-аздан видеода көрсетілгендей етіп, силиконды лопатканың көмегімен араластырамыз. Осы кезде ешқандай түйіршік қалмауын қадағалау қажет. Жиырма 2 сантиметр болатын формамызды фольгамен қаптап, қамырымызды құямыз. Бисквитті қызып тұрған духовкада 160 градуста шамамен 40-45 минут пісіреміз. Бисквитіміз піскенше торттың начинкасын әзірлейміз. Ол үшін шиеге қантты қосып, орташа отта қантымыз әбден ерігенін күтеміз. Аз мөлшердегі суға кукурузный крахмалды қосып, массамыз біркелкі болғанша араластырамыз. Шиеге қосылған қант әбден еріген соң, алдын ала дайындалған кукурузный крахмалды қосып, массамыз біркелкі болғанша үнемі араластырамыз. Осы кезде отты жайырақ қойған дұрыс. Видеода көрсетілгендей массамыз осылай қоюлануы керек. Шиелі начинкамызды ыдысқа салып, бөлме температурасында суытамыз. Бисквитіміз дайын болған соң, бөлме температурасында толығымен суытып, формадан ажыратамыз. Бисквитті формадан ажыратқан соң, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен 3 бөлікке бөлдім.
Келесі кезекте торттың кремін әзірлейміз. Ол үшін алдын ала араластырылған шоколад пен сливкиді, сонымен қатар салқындатылған 33% сливкиді қосып, миксердің көмегімен массамыз біркелкі қою крем болғанша араластырамыз. Нәтижесінде осындай қою крем пайда болады. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Тортты кольцода жинаған абзалырақ. Алдымен корж, келесі крем жағып, кремімізді тегістеген соң үстіне алдын ала дайындалған шиелі начинкамызды қосамыз. Дәл осы ретпен 3 рет қайталаймыз. Соңғы коржымыздың үстіне кремімізді жағып, жақсылап тегістейміз. Жиналған тортты холодильникке кемінде 10-12 сағатқа жібереміз. Енді торттың бисквиттің үстінен қалған коржды блендердің көмегімен үгітеміз. Уақыт өткен соң тортымызды холодильниктен алып, оны әсемдеуге кірісеміз. Тортты әсемдеу әрине өздеріңіздің фантазияларыңызда. Мен торттың жан-жағын корждан қалған үгітіндімен әсемдедім. Үстін дайын печеньелардың және конфеттердің безенің көмегімен әсемдедім. Осымен біздің шоколадный вишня тортымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде осы рецепті пайдаланып, тортты дайындауға кеңес беремін. Дәмі өте ерекше шығады. Келесі кездескенше.